Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып пісетін, әрі дәмді болып пісетін булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Пісіріп көріңіздер, өте керемет болып шығады. Бір жұмыртқа, оның үстіне жылы су, жылы сүт, сұйық майымызды құямыз. Сіздер тәттілігіне қарай ас қасықпен салсаңыздар болады. Маған шай қасық жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып, дрожжімізді саламыз. Оның үстіне ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қылып қамыр илеп ашытатын боламыз, жарты сағатқа қойып. Қамырды ашытуға жіберетін боламыз. Қамырымыз ашығаннан кейін осында кішкене бөліктерге бөлетін боламыз. Осылай дөңгелектеп алған қамырымызды алып, жан-жағын кесіп, гүл тәріздес қылып ортасына варенье или шоколад қойсаңыздар болады. Кез келген нәрсені қойып гүл істеуге болады. Жұмыртқаның сарысын жағамыз және де ыстық пешке қойып пісіріп алатын боламыз. 180 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Мені қолдай отырыңыздар. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.